Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен гемоглобиніңізді көтеретін өте пайдалы салаттардың бірін дайындайтын боламыз. Ол үшін каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен қызылшамызды суға қайнатып пісіріп аламыз. Содан соң жаңғағымызды жақсылатып жуып аламыз. Себебі осындай кір шығатын болады. Жаңғақты міндетті түрде жууға кеңес беремін. Мінекей қандай тап-таза болып шықты. Енді осы жуылған жаңғағымызды противенге салып, духовкада 200 градуста 5-7 минут аралығында кептіріп аламыз. Келесі кезекте бізге қажетті заттар осы 3 қана зат, яғни жаңағы пісіп дайын болған қызылшамызды күштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Содан соң біздің жаңғағымызды ұсақ етіп бөлшектерге бөлеміз. Жаңғақ жуылып әрі духовкада қыздырылып кептірілген соң дәмі ерекше дәмді болып шығады. Содан соң қара мейізді де жақсылап жуып кептіріп осы салатымызға салатын боламыз. Енді үлкен шарашаға біздің барлық ингредиенттерімізді саламыз. Сіздерге қажетті заттардың барлығын описание бөліміне мөлшерлерін нақты жазып өттім. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Ең соңынан дәміне қарай майонез немесе қаймақ қоссаңыздар болады. 2 не 3 қасық толтыра қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осымен біздің қызылшадан жасалған өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде жасаңыздар, үй жағдайында жиі жасап тұрсаңыздар, гемоглобиндеріңізді бірден көтеретіні сөзсіз. Егер достар видеом пайдалы болып жатса, видеомды бағалап, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.